Құрбан жүрек. Түс мезгілі. Жүн тұтып отырған әжей мектептен келген немересін тамағын ысытпақ боп орнынан тұрды. Немересі әлденеге ашулы көрінді. Бұрқылдап сөмкесін бір жерге, киімін бір шетке лақтырды. Тамағын апыл-ғұпыл ішті де ләм деместен сыртқа шықты. Жарты сағат өтпей қайта келді. Бірдеңе бүлдіргенде әжесіне қипақтаумен болды. Құрмаштай, не болды саған? Бір жерің ауыра ма? Жоқ, жай әшейін. Немересінің қайта сыртқа шығып кеткенін байқамай қалған әжей ыңылдап отырып ісін жалғастыра берді. Есіне бірдеңе түскендей терезе алдында тұрған магнитофонға ұзақ қарады. Қап, әлгі баланың кетіп қалғанын қарашы, мынасын қостырып алатын. Саматжанның бері жіберген термесін тыңдар едім. Айттым Саматжанға, жұмысыңды тездет те ауылға барып таста мені деп. Мынау зәулім қаламда тұншығып өмір сүре алар емеспін. Немеремнің сыйқы мынау. Бұл менің туған әжем, әкемнің асыл анасы екен деп бір ел жүруді білмейді. Орыс боп кеткен немене өңкей. Егер Сәтжаным тірі болғанда ауылымдағы немерелерімді айналып толғанып отыра берер едім-ау. Төрімнен көрім жақын қалғанда туған топырағымнан шалымның күмбезінен алыстатып, қайдағы зерттеулермен Саматжанның өзі де бір үйінде тұрмайды. Келін дейтін набатты келін болса екен-ау сірә. Таң сарымен безілдетіп кетіп, түн жарымда безілдеп келеді. Жұмыстары неткен ауыр еді өздерінің. Түсінбеймін. Өткенде телефонмен сөйлесіп отырып, шүлдірлеп бірдеңелерді айтып, мәз болып күледі-ақ. Кішкене иба сақтауды ойласа қайтеді, ә? Өлмесем, әлі-ақ кетермін ауылыма. Сағат тілі 5-ке таяғанда, әжей тамақ қамымен күйбеңдеп жүргені. Кешкі астарын ішкен соң, немересін жуындырып, кекілінен сипап, ұйықтатады. Кәрі адамда ұйқы бола ма? Кеш қоюлана келген келіне тамағын ысытып, дастарханын әзірлеп берді де, қайта келіп немересінің аяқ жағына кеп жантайған. Қанша уақыт өткенін кім білсін, ас үйден шыққан дарақы күлкілерден оянып кетті. Дауыстар да анық естіліп тұр. Галя, енешкаң қуып шықпасын бізді. Әйтсе десем бақыты екенсің. Енешкаң бразильский сериалдарда служанка сияқты қызмет атқарып, сені аялап отыр. Аяламай көрсің, анау немересі үшінде бәрі. Қайта күнделікті ішіп жеп отырған нан суыма рахмет айтсын. Саматжанға қанша айттым. Тамағы мол қарттар үйіне өткізейік деп. Өлмейді әйтеуір. Дұрыс емес пе? Наныңа жауғып қайтесің шыныңда да, деп екінші бір бейтаныс дауыс бір күліп алды да, носаматик дұрыс істеген. Ақылды еркек туған анасын, ақ сүт берген құдіретті анасын далаға тастамайды. Мына тост Галяның мейірбан енешкасы үшін алынсын деді. Жоқ, сен немене мені басынып отырмысың? Қайдағы алжыған үшін тост көтеріп, оны жеркенбей ішіп салады дейсің бе? Бұны айтқан келіні. Галя, қойшы сол үшін жүйкеңді құртып. Жоқ, қоймаймын. Сен немене менің енем үшін тост көтеріп, сен кімсің өзі, а? Галя, қойшы енді. Ас үйдегі отырыстың арты ерегіске айналып кеткеннен сау ма өзі деп ойлауы мұң екен. Жеттенді. Тоқтат. О, менің дәмімді татып отырып маған дауыс көтереді. Сен сайқал шық үйімнен. Мә, ендеше тарт сазайыңды деген дауыстар бірін-бірі басып кетіп жатты. Әжей шошып оянған немересін бауырына қысып жұбатумен болды. Ас үйден келіннің көмек сұрап жалбыраңған дауыс естілді. Немересін төсегіне жатқызып, ас үйдің табалдырығына тәлтіректеп әрең жетті. Келіннің қан қоса жып сабаған 5 әйелді көзі шалып, жүрегі қысылып, дем жетіспей қабырғаға сүйеніп үлгерді. Көзінің алды қарауытып, ештеңе көре алмай қалса, құлағына немересінің ащы даусы естілді. Тау етегінде түрлі түсті тастарды зерттеп отырған жас жігітке бас геолог жедел-хатты ұстатып төмен қарады. Жедел-хатты құша жылаған жігіт апатайлап жер тепті.